Абай Құнанбаев қара сөздері 16 сөзі, 17 сөзі. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам демейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы, біттім деп. Алсаң ал, айтпесе саған бола, жерден мал қазанба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын, дейді. Оқымадың немесе болады дағы тілімнің келмегенін қайтушы еді, дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? 17 сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: ей ғылым, өзіңде білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абүйір мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкерліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ақиретке не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды оқып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрегі айтыпты: мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан менен де мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй-жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіріп еретұғын мен, жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз олардың көргенін күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым, бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарынан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан тәңіріне де сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сенгені сен, екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман депті. Сен үшеуінің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны, діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрінде жүрекке билет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіден мен айтқанымдай
табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы депті.